Зарядтардың сақталу заңы. Тұйық жүйедегі зарядтардың абсолют шамалардың қосындысы өзгеріс сақталады. Яғни бірінші заряд, екінші заряд, сол сияқты n-ші дененің заряды қосқанда тұрақты болады, конст. Немесе басқашалай жазамыз. Екі заряд болса, мысалы екі шар зарядталған, олардың әсерлескенге дейінгі зарядтардың қосындысы, әсерлескеннен кейінгі зарядтардың қосындысы тең болады. Бұны зарядтардың сақталу заңы деп атайды. Бұған мысал келтірейік. Мысалға екі шарды алайық. Бірінің заряды Q1 5Q-ға тең болсын. Екінші шардың заряды, дәл сондай шардың -9Q болсын. Осы екі шар, суретін салып қойық. Q1 бізде, Q2. Осы екеуін түйістіріп, яғни бір-біріне жанастырамыз. Сол кезде олардың әрекеттесетін зарядтары қосылады. Q1 қосу Q2. Біздің жағдайда ол 5Q плюс -9Q. Бұдан бізде -4Q шығады. Бұдан кейін оны кері орнына қоямыз. Сол қашықтықта. Сонда бізде бірінші зарядтың өзгергені, екінші зарядтың өзгергені зарядтар шығады. Бұны табу үшін бана шыққан -4Q-ны екі шар болғандықтан 2-ге бөлеміз. -2Q болады. Сонда әсерлескеннен кейін әр зарядталған шардың заряды -2Q-дан болады. Таңбалары минус. Бұл зарядтың сақталу заңына мысал. Яғни әсерлескенге дейінгі зарядтардың қосындысы -4Q, әсерлескеннен кейінгі зарядтардың қосындысы -4Q болады. Өткен тақырыпта айтқандай, таңбалары бірдей болса, күштер тартылады, зарядтар, таңбалары аттас дейміз немесе бір-біріне тартылады. Таңбалары әртүрлі болса, тебіледі. Осы зарядтарды тартатын немесе тебетін күшті кулон күші деп атайды. Яғни вакуумда орналасқан қозғалмайтын екі нүктелік зарядтың өзара әрекеттесу күші олардың зарядтарын көбейтіндісіне тура пропорционал, ал арақашықтықтың квадратына кері пропорционал болады. Формуламен жасақ ол FK бірінші зарядтың модулі, екінші зарядтың модулі эпсилон R квадрат. Бұл кулон заңы. F-ті кулон күші дейміз. Бұнда К деген ол 1 бөлінген 4π эпсилон 0-ге тең. Оның мәні бар. Есептегенде 9, оның 9 дәрежесі ньютон метр квадрат бөлінген кулон квадрат. Q1, Q2 ол біздің денелердің зарядтары. Зарядтар. Өлшем бірлігі кулон. Бұл диэлектрлік өтімділік. Оны мәнін кестеден аламыз. Вакуум үшін 1, ауа үшін 1, қалғандарын су, басқа да орта болса, керосин мысалы кестеден аламыз. R деген денелердің арақашықтығы, зарядталған бөлшектердің, яғни денелердің центрлерінің арақашықтығы. Бұл ара қашықтық. Метрмен. Мысалы біздің жағдайда ол мына екеуінің арасы R деген. Бұл біздің күшіміз теуіп жатқан. Мұны Q1 болады, мұны Q2 болады. Есептегенде көріп тұрсыздар, модульге алып шығарамыз есепті. Мұндағы эпсилон нулевой ол электр тұрақтысы деп аталады. Электр тұрақтысы. Оның мәні бар, тұрақты болғандықтан 8,185, оны -12 дәрежесі. Кулон квадрат, ньютон метр квадрат. Енді есеп шығаны К-ны орнына 9-ды, оның 9 дәрежесі қоя бересіңдер. Дайын мәнді.